Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге үй жағдайында қалай синнабонный бәлішін жасауды айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Міне осылай дәмді өте крем қосылған әдемі бәлішті жасау үшін ең алдымен бізге заттарымыздың барлығын түгел дайындап алу қажет. Бізге ең бірінші сүт қажет болады. Қамырымызды жылы сүтке илейтін боламыз. Сүт қосқаннан кейін қантымызды саламыз. Сіздер қантты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен 150-120 грамдай қостым. Одан кейін біз жұмыртқамызды салып аламыз. Содан соң жақсылап араластырып бастаймыз. Араластырып тұрып майымызды және сұйық майымызды және дрожжымызды саламыз. Бізде сұйық май сливочный масло, мен описанияға барлық керекті заттарды жазып қойғанмын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Грамдарына дейін барлығын жазып қойғанмын. Мен сливочный маслоны ерітіп қостым. Көріп отырғандарыңыздай жылы күйінде суытып алмай қосамыз. Біздің қосатын барлық қоспаларымыз бөлме температурасында болуы керек. Ендігі кезекте біз ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден салып жібермей, аз-аздан салып бастаймыз. Ұнымызды електен жақсылап өткізіп аламыз. Егер ұнымыз електен өтпесе, арасында іртік-іртік болып, ұнымыздың арасы солай болып қалады. Ұнымызды салып болғаннан кейін біз қамырымызды жақсылап илейміз, жұмсақ етіп илейміз. Қамырымызды қатты қып илеп қоюға болмайды. Бізге бәлішімізге жұмсақ қамыр қажет болады. Міне осылай жұмсақ етіп илеп, бетін пищевой пакетпен жауып, жарты сағат немесе 1 сағатқа жылы жерге қойып қойсаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды, ашып шықты. Енді осы қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып, қазір қамырымыз домалақ болып тұр. Одан да жақсы 4 бұрышты болып шығу үшін осылай қамырымызды бүктеп аласыздар, дәл менікіндей етіп, кейін үстінен тағы да жаясыздар. Сол кезде қамырымыз кішкене 4 бұрышты болып шығады. Міне біз қамырымызды жайып болып қалдық. Енді біз қамырымыздың бетіне ерітілген майымызды, жаңағы сливочный масломызды жағып шығамыз. Майымызды жағып болғаннан кейін бетіне корица мен қантты сеуіп шығатын боламыз. Мен алдын ала дайындап алған болатынмын. Екеуін жақсылап араластырдым. Енді бетіне бір келкі етіп сеуіп, кейін қасықпен жайып шығамыз.
Енді біз қамырымызды жаймен орап шығамыз. Осылай рулет секілді етіп орап аламыз, жақсылап топ-томалақ қылып орап шығамыз. Ішіндегі қантымыз бен корицамыз төгіліп қалмау керек. Асықпай жайлап орап аламыз. Енді екі басын кішкене қолымызбен бітеп қоямыз. Қолымызға сосын жіп аламыз. Жібімізді екі қабаттап аламыз, қолымызды қиып кетпеу үшін. Дәл менікіндей етіп осылай кесіп шығасыздар. Пышақпен кессеңіздер кішкене мыжылып қалуы мүмкін. Сондықтан біз жіппен кесеміз. Булочкамызды салмас бұрын біз тапамызға жаңағы артылған сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлығын кесіп осылай біртіндеп жайғастырып шығамыз. Біздің бәліштеріміздің барлығы бір табаға сыюы қажет, және арасы тым жақын болып қалмау керек. Қатты жақын болып кетсе арасы іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты сығылыстырып кішкентай ыдысқа салып қоймаңыздар. Үлкен табаға салсаңыздар да болады. Менде осы бар болғаны осы. Сондықтан осы шыны ыдысыма салып пісіріп жатырмын. Міне осылай барлығын кесіп болғаннан кейін біз бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа салып аламыз. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Және мен осылай кремімді дайындап қойған болатынмын. Алдын ала кремге мен бетіне творожный сыр мен сливочный маслоны екеуін араластырып, миксермен айналдырып, сахарный пудра қосып жасадым. Негізі бетіне жағатын начинкасының екі түрі болады. Мен описанияға оны да жазып қойдым. Бәлішіміз суымай жатып ыстық кезде осылай бетіне бірден жағуымыз қажет. Өйткені біздің массамыз еруі керек. Бетіне осылай барлығын жағып болғаннан кейін біз бәлішімізді 30 минутқа демалдырып қоямыз. Одан кейін біздің бәлішіміз жеуге дайын болады. Міне осындай дәмді бәліш шығады. Көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.